Бірлік дегеніміз мақсатымызға апаратын жол ғана емес. Бұл мемлекеттілігіміздің ең басты тірегінің бірі. Мен бұған дейін де айттым. Еліміздің тәуелсіздігі және аумақтық тұтастығы бәрінен қымбат. Ел бірлігі осы мызғымас құндылықтармен қатар тұруға тиіс. Сонда ғана болашағымыз баянды болады. Татулық пен келісім тек мемлекеттік саясатта емес, қоғамда, үйде, ұжымда, жалпы барлық жерде дәріптелуі қажет. Бұл жалаң ұран емес, әр азаматтың күнделікті ұстанымы болу керек. Халқымыз бірліктің және тыныштықтың қадірін біледі. Бұл небір қиын қыстау заманды өткерген, қазақ жерінен пана тапқан барша этностар үшін де қымбат құндылықтар. Осы құндылықтарды бағалай білгеннің арқасында жұртымыз бейбіт өмір сүріп жатыр. Бұл теңдессіз жетістік.